Баршаңызға сәлем достар. Өткен видеомызда түсіңізде күн көрсеңіз қалай жорылады, соған тоқталған болатынбыз. Бүгінгі түс жоруымыз сол видеоның жалғасы болмақ. Егер көрмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, түс жору жайлы видеоларымызды көрсеңіз болады. Сіздерге қызық болатыны анық. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде ешбір себепсіз қара күн көрсеңіз, онда сіздің жақсы мен жаманды ажырата алмай жүргендігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде күннің шығыстан емес батыстан шыққанын көрсеңіз, сапарда жүрген адамыңыздың аман-есен үйге оралатындығын білдіреді. Түсіңізде күн сәулесі қатты жарқырап тұрса, сіздің пайдалы білім алып жүргендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде күннің үйіңізге түсіп тұрған көрсеңіз, көп ақша табатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде күннің жерге құлаған көрсеңіз, сіздің басыңыздан қиыншылықтар өтіп жатқандығын білдіреді. Егер түсіңізде ай мен күнді көрсеңіз, ата-анаңыздың сізге разы болғандығының белгісі. Олар егер дүниеден өткен болса, оларға дұға жасап қойыңыз. Имам Наблусидің түс жоруы бойынша, егер төбеңізден күн шыққанын көрсеңіз, сіздің өміріңізде ерекше оқиғаның болатындығын білдіреді деген. Сондай-ақ, сіз түсіңізде үйіңіздің ішінде жарқырап тұрған күнді көрсеңіз, атақ абыройға ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде күннің батыстан шыққанын көрсеңіз, жасырын нәрселердің ашылатындығының білдіреді. Егер түсіңізде күн болып кеткеніңізді көрсеңіз, немесе күннің астында отырғаныңызды көрсеңіз, билікке ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде бірнеше күнді көрсеңіз, сіздің адал жұмыс істеп, адал ақша тауып жатқандығыңызды білдіреді. Сондай-ақ, түсіңізде жаңбыр жауып тұрған кезде күнді көрсеңіз, сіздің жомарт адам екеніңізді білдіреді. Егер түсіңізде күннің сізден алыста тұрғанын көрсеңіз, ешқандай уайымға салынбаңыз. Бұл түстің мағынасы сіздің Алладан қорқатыныңызды және тура жолда жүргеніңізді білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.